Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Films. Достар, 3-ші серияда сіздер 1 сағаттың ішінде 700 лайк жинадыңыздар. Осы үшін әрине сіздерге үлкен алғыс. Сосын достар, киноның толық нұсқасын іздесеңіздер, телеграм-каналыма салып қойдым. Сілтемесі описаниеда тұр. Ал мен шоуды бастайын. 4-ші бөлім басында Уэнсдей мәйітханаға келеді. Ол мұнда кешегі құбыжық өлтіріп кеткен адамның мәйітін зерттеуге келген. Қолға жалпы мәліметтерді көшіруге бұйрық беріп, өзі денені зерттеуге кіріседі. Бір кезде қол біреудің келіп қалғанын байқап, Уэнсдейге хабарлады. Мәйітханаға келген шериф пен дәрігер екен. Олар дененің жағдайы жайлы әңгімелеседі. Осы кезде мәйіттің сол аяғындағы 2 саусағы жоқ екенін байқаймыз. Шериф анализдерді күтетінін айтып, бұл жайлы журналистер білмесін дейді. Шерифті шығарып салып, өзі артынан шықпақ болғанда ашық тұрған мәйіттің қорабын көреді. Не помню, чтобы ее привозили. Мұндағы Уэнсдейді өлді деп ойлап, есігін жауып кетеді. Ал ол кеткен соң қол тығылған жерінен шығып, қызды шығарып алды. Бөлмеге келгенде барлық аяқтарды тізіп қойып, Энитке анықтағандарын айтып береді. Кісі өлтіруші өлген адамдардың бір-бір мүшесінен кесіп алған екен. Убийца не хаотичен. Он собирает трофеи, как опытный маньяк. Я впечатлена. Принеси на шатырь. Опять. Сабақ үстінде Уэнсдей Ксавердің мойнындағы жарасын байқап, одан күдіктене бастайды. Қыз жігіттің құпия жерін тауып алып, мұндағы құбыжықтың суреттерін көрді. Кейін өзімен бірге бірнеше суретті алып шығып жатқанда, Ксаверге ұсталып қалды. Тығырықтан шығып кету үшін Уэнсдей жігітті балға шақырады. Пойдешь со мной на бал? Да, Уэнсдей. Я пойду с тобой на бал. Ал бөлмеде Энит болса, Уэнсдейдің балға баратынына қуанып, артынан көйлек таңдауға аттанады. Кәдімгі көйлектер ұнамай, Уэнсдейдің көзі бір қара көйлекке түседі. Сосын қыз Шерифке барып, араздықты ұмытып, ортақ жауларына бірге қарсы тұруға шақырады. Шериф зорға дегенде көніп, одан айғақтар сұрайды. Барлық жақсы болған қой. Барлығын жақсы болғаны қалайсың ба? Маман қандай адам, айта қойшы? Жақсы. Күнде тамақ әкеліп береді. болды жөн? Азанда тұрғанда көкірегім көтеремін де бәрі жақсы болады. Алланың қалауымен де. Бірақ балаларым түріне қараймын да. Болмайтын сияқты. Ештеңелеріне жеткізе алмаймын ғой деп. Қалай күн көреміз деп. 5 баламен өстіп далада қалам деген ұйықтасам түсіме көрмеген. 5 баланың әкесі қайда? Келісім бойынша екеуміз 2 жаққа кеттік қой. 5 баламен алмайды бәсек. Квартираға. Қазір уақытша тұрып жатсыз, е? Уақытша. Элементарно бір қыстық курткаларын да беріп қуанта алмаймын. Солда жүрегіме батады. Ағайын, сізден бір 500 теңге 1000 теңге шығын шығар. Бірақ соның арқасында бұл кісілер баспаналы болады. Өмір бақи, мына 5 бала сіздерге алғысын айтып өтеді ғой. Кафеде отырған Энитке Мірдің баласы Лукас келді. Оның балға баратын жобы жоқ екенін естіп, бір-біріне көмектесуге шақырады. Ал полиция бөлімшесінен шыққан Уэнсдейді Тайлер көреді. Қыз жігітке балға Ксавермен баратын айтып, жігіттің көңіл күйін сүрді. Я думал, что нравлюсь тебе. А ты вдруг приглашаешь другого, и я уже ничего не понимаю. Кейін Юджин орманда жүрген құбыжық жайлы естігенін айтып берді. Және Уэнсдейдің көршісі балға жопсыз баратын болғандықтан, ол да өз кандидатын ұсынбақ. Тіпті ол келіспесе де бағын сынап көрмек екен. Уэнсдей болса Ксавермен бірге баратын айтады. Әңгіме арасында Юджин құбыжық белгіленген үңгірді білетінін айтып, қызды сонда апарады. Екеуі ішке кіріп көптеген сүйектерді көрді. Және одан бөлек қабырғада кісен тұр екен. Ал кісен қасынан Уэнсдей тас арасында қалған құбыжықтың тырнағын көріп, оны өзімен бірге алып кетеді. Сосын ДНК сараптамасы үшін Ксавердің жасырын жеріне барып, айғақ іздей бастайды. Осы кезде жігіт келіп қалып, қыз барлық күдігін жайып айтып тастайды. Жігіт оның алдыңғы жолы мұнда кіріп үлгергенін ұғып, балға оған деген симпатия үшін бармағанын түсінеді. Және құбыжық оның түсіне кіріп жүрген жеткізеді. Это существо постоянно мне снится. Пока я писал этого, он из картины полоснул меня когтями. Вот откуда раны.
Содан соң Уэнсдей Шерипке барып, айғақтарды көрсетті. Шериптің сұрақтарына жауап бермей, бірінші ДНК сараптамасын сұрайды. Бұл сәтте Эниттен кері жауап алған Юджин құлазып отыр еді. Уэнсдей егер екеуміз де балға бармасақ, үңгір жанында құбыжыққа тұзақ құрайық деп ұсыныс тастайды. Ал Ксавьер балға Бьянкамен бірге бармақ болады. Бұл уақытта қол қыздың атынан хат жазып, оны Тайлерге жіберді. Күн батып, бал басталып жатты. Мұғалім барлық оқушыларды қуана қарсы алып жатыр. Уэнсдей құбыжыққа тұзақ құруға жиналып жатқанда есік қағылады. Есікті ашса Тайлер екен. Енді көріспейміз деп ойладым. Бірақ сенің кешірім хатың менің жүрегімді жібітті дейді. Қыз есікті жауып, қолды сөгеді. Және көйлек алып кимек сәтінде қол қызын атқан көйлекті алып келгенін көрсетеді. Қыз киініп төменге түсті. Оны көрген Тайлер қыздың сұлулығына аң-таң болады. Уэнсдей, ты очень красивая. Осы сәтте Юджин де келді. Уэнсдей оған жоспардың өзгергенін айтып, үңгірге бармауын сұрайды. Бірақ жігіт оны тыңдағалы тұрған жоқ. Энит пен Мердің баласы балда әңгіме айтып тұрып, байқамай қыз жігіттің үстіне сусын төгіп алды. Оны сүртіп жатқанда аяқ соларды көріп қалады. Ксавьер көңілсіз отыр еді. Бьянка оның көңіл күйін көтеріп, бүгін мүлде Уэнсдей жайлы айтуға тыйым салады. Осы сәтте Уэнсдей Тайлермен бірге кіріп, барлығының аузын ашты. Мерлин оларды күтіп алып, ақырында қыз сусын алуға кетеді. Сусын алып жатқанда Уэнсдей Энитпен әңгімелесіп, бір-бірінің жоптары жайлы әңгіме соқты. Уэнсдейдің алдынан Ксавьер шығып, Тайлердің бұндай екеніне сенгісі келмейтінін және жігіт жайлы шындықты білмейсің деп тіл қатады. Ал Энит пен Лукас ендігі жақындаса бастады. Тайлер достарымен Ксавьерге шабуыл жасап, суреттерін жыртып тастаған екен. Бірақ та бұл жағдай Уэнсдейдің көңілін түсіре қоймады. Конечно, когда өзі бассейнге пиранья тастайтын қыз болса, я. Ладно. Бұл сәтте Лукастың достары көлікпен келе жатыр еді. Ал балда барлығы жаппай биге көшті. Көшбасын Уэнсдей мен Тайлер бастап, Уэнсдейдің бейіне барлығы таңғалады. Энит Лукасты биге шақырғанда жігіт далаға шығып кетеді. Ксавьер Уэнсдейді қызғанып, ақырында Бьянкамен ұрысып тынады. Лукас далаға шығып, кештің жарқын бұзбақ болып келіскен достарын тоқтатпақ болады. Бірақ достары Крэгстаун үшін кек алуға бел байлап еді. Бұл кезде Юджин күзетте тұрған үңгірге белгісіз бір көлік келіп үңгірді өртеп тастайды. Осы уақытта Юджин қаша жөнелді. Уэнсдей шетке шығып отырғанда Бьянканы көреді. Осы кезде екеуі падушам сөйлеседі. Бьянка, сенің жолың болды. Себебі адамдардың ойы сені қызықтырмайды дейді. Қыз болса жауап ретінде кейде керісінше болғанын қалайтын айтады. Ал Юджин орманда әлі қашып жүр. Мерлин келіп директорға соңғы бейуақытта келгенін хабарлайды. Адамдардың қақ ортасында бір-біріне қарап Тайлер мен Уэнсдей тұр. Осы уақытта Лукастың достары пайда болып, арам ойларын жүзеге асырады. Олар өрт сөндіру құбырлары арқылы мекеме ішіне қызыл бояуды шашты. Осы уақытта Уэнсдейге көру қасиеті келіп, Юджинге қауіп төніп тұрғанын көреді. Сондықтан ол кідірместен орман ішіне қарай бет алды. Лукас пен оның достары істерін бітіріп, қашып бара жатқанын Энит көреді. Ол барлығы Лукастың іс екенін біліп, оның сезімдері шынайы екеніне сенгенін айтып жылайды. Лукастың достары болса, жауап ретінде қыздың үстінен күлді. Осы кезде қызда Аякс келіп құтқарады. Қыз жылап, негізі Лукаспен емес, сенімен балға барғым келген дейді. Жігіт болса жағдайды түсіндіріп, артынан екеуі күліп алады. Бұл уақытта Юджин әлі қашып жүр. Ал Уэнсдей болса орманға жетіп, жігітті тауыстап шақырып жатыр. Бір кезде Юджин құлап қалып, артынан оған құбыжық шабуыл жасайды. Уэнсдей оны тапқанда Юджин жансыз жатыр еді. Осы уақытта Уэнсдейдің артынан мұғалім де келіп жетті. Осымен 4-ші бөлімнің соңы. Достар, 5-ші серия бұйырса ертең шығаратын боламын. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.